Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен атақты қызыл барқыт тортын дайындайтын боламыз. Бұл торттың жасауының бірнеше нұсқасы бар. Бірақ бүгін мен сіздерге бір ерекше түрін ұсынғым келіп отыр. Осы рецепт бойынша жасалған торт маған өте қатты ұнады. Сондықтан да сіздерге видео түсіріп, осы рецепті ұсынуға жөн көрдім. Олай болса достар, видеоның соңына дейін тамашалап, ұнаса лайк басып, өз ойларыңызды қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлық заттарымыз бөлме температурасында болуы керек. Алдымен жұмсақ майдың үстіне тұз бен қантты салып, оны жақсылап ағарғанша араластырып аламын. Енді үстіне жұмыртқамызды қосып, осыны үлпілдек масса болғанша осылай араластырамыз. Құрғақ заттарымызды араластырып алып, алдымен жарты бөлігін салып, оны жақсылап араластырып, осы массаның үстіне алдын ала дайындап алған ряженкамызды құйып, жақсылап араластырып, екінші бөлік қалған құрғақ заттарымызды толығымен саламыз. Осының барлығын жақсылап араластырып, үстіне сұйық майымызды құйып, толығымен араластырып шығамын. Дайын болған массаның үстіне осындай топ декор деген пищевой красителден 2 шай қасық қосып, жақсылап араластырамыз. Сол кезде бізде осындай қанық түсті тесто шығады. Осы дайындап алған қамырымызды ыдысымызға толығымен жайып, оны қызып тұрған пеште 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Коржымыз піскеннен кейін оны толығымен суытып аламыз. Мен осындай қағаздан жүрек жасап алдым. Сіздер қалаған форманы дайындасаңыздар болады. Осылай 4 жүрекше сиятындай етіп, өлшеп, осының барлығын кесіп алдым. Бізде осындай өте жұмсақ корждар дайын болды. Енді кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін сүзбелі ірімшіктің үстіне қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып, өте салқын кілегейді құйып, осының барлығын араластырып, крем жасап аламын. Дайын болған кремді кондитерлік мешокқа салып аламыз. Мен осылай жасап алдым. Сіздерде насадка болса, насадка қолдансаңыздар болады. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Ол үшін қағаздың бетіне кішкене кремді жағып, коржды қойып, осындай шариктерді айналдыра жасап шығамыз. Кремді тегістеп, бетіне екінші коржды қойып, осылай қайталап жасай береміз. Соңғы корждың үстіне осылай шариктер жасап шықтым. Қалауыңызша тортты әсемдеп қойсаңыздар болады. Міне достар, біздің керемет қызыл барқыт тортымыз дайын болды. Қызыл барқыттың жасауында көбісі айран қолданады. Айран емес, мен сияқты ряженка қолданып жасап көрсеңіздер, торттарыңыз өте нәзік, керемет болып шығады. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.